Бейсенбі күні таңертең ақш әскери күштері Иранның Иорданиядағы американдық базаға жасаған шабуылына жауап ретінде Иранға қарсы қатаң соққылар сериясы аяқталғанын хабарлады. ақш орталық қолбасшылығы әлеуметтік желіде 2 сағат ішінде Иранның революциялық гвардиясына тиесілі ондаған нысанға соққы жасалғанын мәлімдеді. Олардың қатарында қолбасшылық орталықтары, зымыран және ұшқышсыз ұшу аппараттарының базалары, сондай-ақ жағалауды бақылау және қорғаныс нысандары бар. Бұл Дональд Трамптың Иорданияға жасалған шабуылға жауап қайтарамыз деген мәлімдемесінен кейін болды. We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Иранның мемлекеттік ақпарат агенттігі оңтүстік батыстағы Хузестан провинциясының бірнеше қаласы мен Парсы шығанағындағы Кешім аралының атқылауға ұшырағанын хабарлады. ақш соққы жасағанын жариялағаннан кейін көп ұзамай Иордания Ираннан ұшырылған тағы 5 зымыранның жолын кескенін мәлімдеді. Сәрсенбі күні ақш Сауд Арабиясымен бірлесіп көршілес Ирактағы Иран қолдайтын жасақтарға соққы берді. Шабуыл салдарынан кемінде 20 жауынгер мен Иранның 6 кеңесшісі қаза тапты.